Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу тақырыбын бастаймыз. Оқу мақсаты алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді дәрежеге шығаруды орындау. Сіздердің білетіндеріңіз бөлшектерді қысқарту, ортақ көбейткіш жақсы сыртына шығару, қысқаша көбейту формасын қолданып көбейткіштер жүктеу дәреженің қасиеті. Ал бүгін меңгеретініміз алгебралық бөлшектерді көбейту, алгебралық бөлшектерді бөлу және оларды есеп шығаруда қолдану. Алгебралық бөлшектерді көбейту үшін олардың алымдарының көбейтіндісінің алымына, бөлімдерінің көбейтісіне бөліміне жазуымыз керек. Біз жай бөлшектерді көбейтуді білеміз. 2-ден 1 бөлшегін 3-ден 2 бөлшегіне көбейту үшін 2 мен 3-ті көбейтіп бөліміне, 1 мен 2-ні көбейтіп алымына жазамыз. Сонда 2 мен 2-ні қысқартсақ, бізде 3-ден 1 бөлшегі шығады. Енді осы жай бөлшектерді көбейтуді алгебралық бөлшектер түрінде жазып, В-дан А және Д-дан С бөлшектерін көбейтуді орындайық. В мен Д-ны көбейтіп бөліміне жазамыз, А мен С-ны көбейтіп алымына жазамыз. Мұндағы В мен Д 0-ге тең емес. Мынадай мысал қарастырайық. 4-тен В-ның 2 дәрежесінен А-ның 3 дәрежесі бөлшегін, А-ның 2 дәрежесінен 6В өрнегіне көбейтейік. Бөлшектерді көбейту үшін бөлім мен бөлімін көбейтіп бөліміне жазамыз, алым мен алымын көбейтіп алымына жазамыз. Енді қысқартуды орындауға болады. 6 мен 4 2-ге бөлінетін болғандықтан 2-ге қысқартып 4-тен 2-ні жазамыз, 6-ны 2-ге қысқартқанда 3-ті жазамыз. А-ның 3 дәрежесі мен А-ның 2 дәрежесін қысқартсақ, А-ның 3 дәрежесінен біреуі қалады, оны жазып қоямыз алымына. Ал В-ны мен В-ның 2 дәрежесін қысқартқанда бөлімінде В-ның 2 дәрежесі көп болғандықтан В-ның біреуі қалады. Сонда 2В-дан 3А өрнегі шығады. Келесі мысалды қарастырайық. Бөлшектердің бөлімін бөліміне көбейтіп бөліміне жазамыз, алымын алымына көбейтіп алымына жазуымыз керек. Бірақ 1-ді x-дің квадраты минус 4-ге өткенде сол өрнектің өзі шығады. Әрі бір өрнек қысқаша көбейту формуласы бойынша 2 көбейткішке жіктелетін болғандықтан x минус 2, x қосу 2 түрінде 2 көбейткішке жіктеп жазамыз. Енді алым мен бөлімінде x қосу 2 бірдей көбейткіштерді қысқартып жіберсек, бөлшектің бөлімінде x қалады, ал алымында x минус 2 қалады. Келесі мысалды қарастырайық. Бөлшектерді көбейту үшін ереже бойынша алым мен алымын бөлімін көбейту керек. Бірақ та мына жерде біз байқап отырсақ, ортақ көбейткіш В бар екен. Сол В-ны жақшаның сыртына бірден шығарып жіберейік. Сонда жақшаның сыртына В-ны шығарғанда бөлшектің жақшаның ішінде А қосылған В өрнегі қалады. Енді бұларды бөлшектің көбейту ережесі бойынша бөлімдеріне көбейтіп бөліміне жазамыз, алымдарын алымдарына көбейтіп алымына жазамыз. Енді оларды қысқартуға қарастырайық. 9 бен 3-ті қысқартатын болсақ, 9-дан 3 қалады. Ал В-ның 2 дәрежесі мен В-ны қысқартатын болсақ, В-ның 2 дәрежесінен біреуі қалады. Сонда алымында А қосу В жақшаның ішінде және мына А өрнегі қалады. Ал бөлімінде 3В өрнегі қалады. Келесі, бұдан басқа біз бүгін рационал бөлшектерді дәрежеге шығаруды қарастырамыз. Рационал бөлшектерді дәрежеге шығару үшін алымын осы дәрежеге шығарып алымына, бөлімін дәрежеге шығарып бөліміне жазамыз. Мысалы, мына өрнекті 2 дәрежеге шығару үшін бөлшектің бөлімін өзіне өзін көбейтіп, яғни 6-ны 6-ға көбейтіп 36, n-ның 4 дәрежесін n-ның 4 дәрежесіне көбейткен n-ның 8 дәрежесі деп жаза аламыз бөліміне. Ал алымын тағы да 2 дәрежеге шығаратын болсақ, 5-тің квадраты 25, m-ның 3 дәрежесінің квадраты m-ның 6 дәрежесі деп жазуымызға болады. Одан басқа біз бүгін сабақта бөлшектерді бөлуді қарастыруымыз керек. Яғни бір рационал бөлшекті екінші рационал бөлшекке бөлу үшін бірінші бөлшекті екінші бөлшекке кері бөлшекке көбейтуіміз керек. Яғни В-дан А бөлшегін Д-дан С бөлшегіне бөлу үшін бірінші бөлшекті сол күйінде жазып қалдырамыз да, ал екінші бөлшекті көбейтумен алмастырып кері бөлшекке ауыстырамыз. Сонда В-ны С-ға көбейтеміз, бөліміне жазамыз, А-ны Д-ға көбейтіп алымына жазамыз. Мұндағы В, С, Д өрнектері 0-ге тең емес. Келесі мынадай мысал қарастырайық. Бөлшектерді бөлу үшін жаңа ереже бойынша бірінші бөлшекті сол күйінде жазамыз, ал екінші бөлшектің алымы мен бөлімін ауыстырып көбейтумен алмастырамыз. Сонда оларды көбейтпестен бұрын алдын ала қысқарама қарап аламыз. Яғни мұн жерде 15 пен 25 бізде 5-ке қысқарады. 25-тен 5 қалады, ал 15-тен 3 қалады. 8 бен 4-ті қысқартуымызға болады 4-ке.
8-ді 4-ке бөлгенде 2 қалады, 4 4-ке бөлгенде 1 қалады. Олай болса, мында қалған 2 мен 5-ті көбейтіп 10 деп жазамыз. Ал мында 15-тен 3 қалғанды 3-ті 1-ге көбейтіп 3 деп жазамыз. X-тің 1 дәрежесі мен X-тің 2 дәрежесін тағы қысқартуға болады екен. Олай болса, X-тің 2 дәрежесінен X-тің 1-еуі қалады. Ал Y мен қысқаратын сан жоқ, соның өзін жазып қоямыз. Келесі мынадай мысалды қарастырайық. Мына жерде бізде өрнектерді көбейткішке жіктеу тәсілін қолдану арқылы шығаруымызға болады. Себебі мына жерде қысқаша көбейту формулалары тұр, ортақ көбейткіштер бар екендігін байқап тұрмыз. Олай болса, бірінші бөлуді орындайық. Бөлуді орындау үшін бірінші бөлшек сол күйінде қалдырамыз, ал екінші бөлшектің алымы мен бөлімін ауыстырып жазамыз. Одан кейін бөлім мен бөлімін, алым мен алымын көбейту үшін мына жерде қысқаша көбейту формуласын қолданып бірден 2 көбейткішке жіктеп жазайық. Яғни 4 деп тұрамыз, 2-нің квадраты болғандықтан А-ның квадраты минус 2В-ның квадраты деп жазамыз да, оны екі жақшаға жіктеп А минус 2В, А қосылған 2В деп жазамыз. Ал А минус В-ны сол күйінде өзін жақшаға алып жазып қоямыз. Бөлімінде мына өрнекте А деген ортақ көбейткіш болғандықтан А ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде А минус В-ны қалдырамыз. Екінші бөлшектің бөлімінде де ортақ көбейткіш А болғандықтан А-ны жақшаның сыртына шығарамыз да, жақшаның ішінде А қосылған 2В деп жазып қоямыз. Енді бөлшектің алым мен бөлімінде бірдей көбейткіштер бар болса, оларды қысқартамыз. Мысалы, А қосылған 2В мен А қосылған 2В-ны қысқартамыз. А минус В мен А минус В-ны қысқартамыз. Сонда бізде қалатын өрнек бөлімінде А қалды, мына жерде көбейту А қалды. А-ны А-ға көбейткен А-ның 2 дәрежесі деп жазамыз. Және А минус 2В қалды. Яғни біз өрнектерді көбейткіштерге жіктеу тәсілімен орындадық. Келесі мынадай амалдарды орындайық. Бөлшектерді бөлу үшін бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Бірінші бөлшек сол күйінде қалады, екінші бөлшектің алымы мен бөлімін ауыстырдық. Сонда 3AX пен 3AX екеуі қысқарып кететінін байқаймыз. Қысқартып жібереміз. 7 мен 49-ды қысқартамыз. 49-дан 7 қалады. Ал В-ның 2 дәрежесі мен В-ның 2 дәрежесі түгелімен қысқарып кетеді. Сонда бізде бөлшегіміз тек қана 7-тен 1 деген бөлшекке тең болды. Келесі бөлшектерді бөлуді орындайық. Бірінші бөлшекті сол күйінде қалдырамыз, екінші бөлшекті жаңа айтқандай алым мен бөлімін ауыстырып көбейтумен алмастырып жазамыз. Енді оларды бөлшектердің алым мен алымын көбейтіп, бөлім мен бөлімін көбейтіп жазсақ, онда алым мен бөлімінде бірдей өрнектердің бар екенін көріп, оларды қысқартып жіберуімізге болады. Сонда бізде бөлімде 2 минус А, алымында 10 деген өрнек қалады. Тағы да мынадай бөлуді қарастырып көрейік. Мына жерде тағы да бөлуді көбейтумен алмастыруды орындаймыз. Бірінші бөлшек сол күйінде қалады, екінші бөлшектің алымы мен бөлімін ауыстырып жаздық. Және бөлшектерді көбейту үшін ереже бойынша бөлім мен бөлімін көбейтіп жазамыз. Мына жерде алым мен алымын көбейтіп жазамыз. Одан кейін m-n-ның 2 дәрежесі мен m-n-ның 1 дәрежесін бірден қысқартып жіберуімізге болады. Яғни 2 дәрежесі кетеді, ал m-n түгелімен кетіп қалады. Қалған өрнектерді жазайық. m қосу n қалды, m-n-ның 1-еуі қалды. Бөлімінде 3m қалды. Енді байқасақ, бөлшектің бөлімін сол күйінде қайттан қалдырамыз 3m-ді, ал алымын m плюс m мен m-n-ның көбейтіндісі қысқаша көбейту формасы бойынша m-ның 2 дәрежесі минус n-ның 2 дәрежесін береді. Сонда бізде өрнегіміз 3m-нан бөлімінде m-ның квадратына минус n квадрат қалады алымында. Келесі бөлшектерді көбейтуді қарастырайық. Мына жерде бізде бөлшектерді көбейту үшін алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтуді орындауымыз керек. Және m-2n-ның квадратын осы күйінде қалдыруға да болады, бірден қысқартып жіберу үшін, немесе m-2n-ның квадратын 2 көбейткішке жіктеп жазуымызға да болады. Сонда m-2n мен m-2n бөлімінде де алымда да бар, оларды қысқартып жібереміз. 6n мен 6n тағы да қысқарып кетеді. Сонда біздің бөлімімізде тек қана m деген өрнек қалады, ал алымында m-2n-ның 1-еуі қалады. Келесі тапсырмамыз біздің өрнекті ықшамдылар деп аталады. Мына өрнекте де жаңағыдай қысқаша көбейту формасы бар ма, ортақ көбейткіш бар ма жақын сыртына шығаруды қарап бақылап аламыз. Одан кейін бірінші бөлшектің алымында x деген ортақ көбейткіш бар екенін байқадық. Яғни x жақын сыртына шығарамыз, жақшаның ішінде y-дің квадраты минус z квадрат қалады.
Ал бөлімінде 2x қосылған 8-ден 2 жақтан сыртына шығаруға болады. 2-ні жақтан сыртына шығарамыз да x қосылған 4-ті жазамыз. Келесі екінші бөлшекті де бөлімінде x деген өрнек бар екен. Ортақ көбейтіш ретінде сол x-ті жақтан сыртына шығарамыз. Жақтан ішінде y қосылған z қалады. Екінші бөлшектің алымында 3x қосылған 12-ден ортақ көбейтіш 3-ті шығаруға болады. Жақтан ішінде x қосылған 4 өрнегі қалады. Енді бұларда x қосылған 4 пен x қосылған 4-ті қысқартуға болатынын байқап тұрмыз. X пен x-тің қысқаратындығын байқап тұрмыз. Оларды қысқартып жіберсек, сонда бізде қалатын өрнек 2 көбейтілген y қосылған z, ал алымында 3 көбейтілген y-тің квадраты минус z-тің квадраты өрнегі қалады. Бұл өрнекті қысқаша көбейту формасы арқылы тағы да жіктеп жазатын болсақ, y минус z, y плюс z деп жазуымызға болады. Енді бөлшектің алымы мен бөлімінде бірдей көбейткіштерді байқап тұрмыз. Y қосу z пен y қосу z-ті қысқартып жібереміз. Сонда бізде бөлшектің бөлімінде тек қана 2 деген өрнек қалады, ал алымында 3 көбейтілген y минус z өрнегі қалады. Келесі өрнекте ықшамдауды қарастырайық. Мына жерде бізде бөлу амалы берілген, яғни алгебралық бөлшектерді бөлу үшін бірінші бөлшекті сол күйінде қалдырамыз, ал екінші бөлшекті алым мен бөлімін ауыстырып жазуымыз керек. X-тің квадраты минус 1-ді алымына жазамыз, және оны қысқаша көбейту формасы арқылы жіктеп жазамыз. X минус 1, X плюс 1 түрінде. Ал X-тің кубы минус Y-тің кубы ол бөліміне кетеді көбейтумен тұрғанда, және оны қысқаша көбейту формасы бойынша мына 2 көбейткіш түрінде жіктеп жазайық. Сонда байқап қарасақ, бөлшектің алым мен бөлімінде бірдей өрнектер бар. Жақшада тұрған өрнектерді қысқартып жіберсек, және x минус 1 мен мына x минус 1-ді қысқартып жіберсек, онда бізде қалатын өрнек бөлшектің бөлімінде x минус y қалады, және x қосылған бір өрнегі қалады. Келесі тапсырманы орындап қарайық. Бұл өрнекте бізде әрі жақша берген бөлшектерді, алгебралық бөлшектерді азайту, әрі жақшаның сыртында бөлу амалы тұр. Олай болса, екі амалды қатар орындауға да болады, бірақ бірінші біздер жақшаның ішін орындап көрейік. Жақшаның ішіндегі бөлшектерді азайту үшін бөлшектердің бөлімдері әртүрлі, яғни олардың ортақ бөлімін табамыз. Яғни a қосу 1 мен a минус 1-дің көбейтіндісі ортақ бөлім болады. Олай болса, бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш a минус 1-ден келеді. a минус 1-ді a минус 1-ге көбейткенде a минус 1-дің квадраты деп жазамыз. Екінші бөлшекті ортақ бөлімге келтіргенде толықтауыш көбейткіші a қосылған 1-ден келеді. a қосылған 1-ді a қосылған 1-ге көбейткенде a қосылған 1-дің 2 дәрежесі деп жазамыз. Енді екінші бөлшекті бөлуді бірден көбейтумен алмастырып жіберейік. Яғни 2a-ны бөліміне жазамыз, ал a-ның квадраты минус 1 дегенді бөлшектің алымына жазуымыз керек. Және бұл қысқаша көбейту формасына келіп тұрғандықтан a қосылған 1, a азайтылған 1 түрінде жазуымызға бірден болады. Енді көбейту болса, яғни бөлшектің алымы мен бөлімінде бірдей ортақ көбейткіштер бар болғандықтан оларды қысқартып жіберуімізге болады. Сонда қалған өрнектер жазайық. Яғни бөлшектің бөлімінде 2a өрнегін жазып қоямыз, ал бөлшектің алымында тұрған a минус 1-дің 2 дәрежесін жақсынан ашуды орындап жазайық. Сонда a-ның квадраты минус 2a қосылған 1 түрінде жазылады, ал екінші өрнек a қосылған 1-дің квадраты дәл солай жазылады, тек мына жақсан қалда минус таңба тұрғандықтан барлық таңбалар плюс таңбалар минус таңбаға ауысып түседі. Енді a-ның 2 дәрежесі мен a-ның 2 дәрежесі ұқсас мүшелер болғандықтан оларды қысқартып жіберуімізге болады. 1 мен минус 1 қарама-қарсы таңба тағы алынып кетеді, ал минус 2a мен минус 2a қосылып бізге минус 4a-ны береді. Сонда минус 4a-ны 2a-ға бөлсек, минус 2a өрнегі шығады. Сонымен біз балдар өрнекті ықшамдауды үйрендік. Бүгін біз сонымен қысқаша көбейту формасы қолданып көбейткіштерді жіктеуді үйрендік. Қайталадық, ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығаруды қарастырдық. Оларды көбейткіштерге жіктедік. Бөлшектерді көбейту ережесін қолдануды қарастырдық. Қысқартуды орындадық, бөлшектерді бөлу ережесін қолдандық. Енді сендерге балдар, бүгінгі осы тақырыптарды қайталап отырып, үйге тапсырма ретінде 40-та 5 үшінші есептің 2-ші, 4-ші, 6-ші есептерін үйге беріледі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.